Саламатсыздар ма, құрметті достар. Бүгінгі өтетін сабағымыз 1-ші сынып математикасының 86-ші сабағы шамалар. Сонымен 1-ші тапсырма: Наурыз мерекесінің алдындағы аптада Әлия мен Сырымның жұмыстары көп болды. Олардың не жасап үлгергенін айтып бер дейді. Демек, мына суретке мұқият қарайтын болсақ, 1-ші дүйсенбі күні Сырым мен Әлия биге дайындалады сағат 8-де, одан кейін сейсенбі күні олар сағат 9-да биге барады екен. Ал сәрсенбі күні сағат 10-да олар хорға барады екен, Ал бейсенбі күні сағат 9:00-де олар сурет үйірмесіне барады екен. Ал жұма күні сағат 8-де олар домбыраға барады екен. Ал сенбі күні сағат 10:00-де олар сахнада би билейді екен, Ал жексенбі күні Наурыз мерекесі. Келесі тапсырмада, 2-ші тапсырмада есепті шығар. А есебінде көк кесіндінің ұзындығы 5 см екен, Бізде берілген 5 см. Ал қызыл кесіндінің ұзындығы одан 2 есе ұзын екен. Қызыл кесіндінің ұзындығы нешеге тең? Демек, шығарылу жолын жазайық, 1-ші А есебінде көк кесіндінің ұзындығы, алдымен жазып алайық, көк кесіндінің ұзындығы жалпы 5 см екен. Ал қызыл кесінді оған қарағанда 2 см ұзын екен, бірақ белгісіз 2 см ұзын екен. Ал енді шешуін анықтау үшін беске қосамыз 2-ні, тең 7 болады. Сонда қызыл кесіндінің ұзындығы 7 см екен. Жауабы қызыл кесінді 7 см деп жазып қояйық. Қызыл кесінді 7 см екен. Ал енді Ә есебінде 7 азайтылған 2 болатындай кері есеп құрастыр дейді. Демек, Ә есебін шығаратын болсақ, мұнда жазайын. Ә есебінде, демек, қызыл кесінді бізде 7 см, ал көк кесінді 2 см қысқа, 2 см қысқа дейік. Демек, шешуін анықтау үшін шешуі 7-ден азайтамыз 2-ні. Бізге мына жерде 7 азайту 2 болатындай деп жазылған, Демек, 7-ден 2-ні азайтсақ 5 болады екен. Жауабы көк кесінді 5 см екен, Көк кесінді 5 см болады екен. Бұл бізде 2-ші тапсырма. Ал енді келесі 3-ші тапсырмаға өтейік. Келесі 3-ші тапсырмада сен карточкаларды қандай топтарға бөлесің дейді. Ай атауларын, апта күндерін дұрыс ретпен жаз дейді. Демек, оларды топтарға бөліп жазайық. Ең алдымен 1-ші дүйсенбі болады. 1-ші апта күндері дүйсенбі, сейсенбі, сәрсенбі, бейсенбі, жұма, сенбі,
және жексенбі. Осылай ретпен жазып шығады екенбіз, иә? Ал енді көк түсті мен жазып қояйын. Апта күндері, иә? Көк түспен белгілегендерім апта күндері екен. Ал қызыл түспен белгілегенім ай атаулары екен, иә? Ай атаулары деп жазып қояйық. Ай атауларын енді атайық. Бірінші, қаңтар, ақпан, иә? Наурыз, одан кейін сәуір, иә, бізде. Сәуір, сосын 5-ші мамыр болады. 6-шы маусым, 7-ші шілде, тамыз, және қыркүйек 9-шы ай, 10-шы ай қазан, қараша, және соңғысы желтоқсан екен, иә? Міне, ай атауларын осылай қызыл түспен белгілеп қойдым. Ал енді келесі тапсырмаға өтейік. Келесі 4-ші тапсырмада есепте дейді. Демек есептеп шығайық. 60 килограмм азайтылған 20 килограмм. Жалпы 60-тан 20-ны азайтсақ 40 болады, иә? 6-дан 2-ні азайтсақ 4, 0-мен 40 килограмм болады екен. 20-ға 60-ты қосатын болсақ, яғни 2-ге 6 8, 0, 80 килограмм болады. 10-ға 8-ді қоссақ, 80-ді қоссақ 90 килограмм. 70-тен 30-ды азайтсақ, 7-тен 3, яғни 4, 0-мен 40 килограмм болады екен, иә? Келесі, 90 литрден 10 литрді алсақ, 80 литр. 1-ге 9-ды қоссақ 10 болады, 1 0 жалғасақ 100 литр. 30-ға 50-ді қоссақ, яғни 3-ге 5-ді қосамыз, 0 жалғаймыз 80 литр болады екен. 80-нен 20-ны азайтсақ, 60 литр, иә? 80-нен 10-ды азайтатын болсақ, 70 сантиметр. 50-ден 30-ды азайтсақ, 20 сантиметр болады екен. 40-қа 50-ді қоссақ, 90 сантиметр. 10-ға 70-ті қосамыз, 80 сантиметр болады екен, иә? Жалпы бұл жердегі есептер бізде килограмм деген жалпы масса, салмаққа берілген есептер, иә? Яғни масса деп жазып қояйын. Масса, иә? Ал келесі литр бұл сыйымдылыққа берілген есептер екен, иә? Сыйымдылық деп жазып қоямыз. Сыйымдылық. Келесі сантиметр бұлар ұзындыққа берілген есептер екен, иә? Осылай астына түсінікті болу үшін жазып қояйын. Келесі 5-ші тапсырмада ең ауыры қай жеміс дейді. Бізде бұл жерде жүзім ананасқа қарағанда жеңіл болып тұр, ананас ауыр екен. Ал екінші суретте жүзім апельсинге қарағанда ауыр болып тұр екен. Сонда бұл жердегі ең ауыр жеміс бізде ананас болады екен, иә? Демек жазып қояйық. Ең ауыры бұл жерде ананас екен, иә? Ал ең жеңілі апельсин екен. Ананас деп жазып қояйық. Осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Қош сау болыңдар достар. Келесі кездескенше. Каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпайық.